Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тамақтандыру бойынша кеңестер. Емшек сүті сәбидің негізгі тамағы болып қала береді. Сәбидің емшек сүтіне жарымауы мүмкін. Сүт сұйық, сәби тоймайды деген күмәндарыңызды тастаңыз. Әйел ағзасы баланың талаптарына өте тез және жақсы бейімделеді. Бүлдіршін емшекті неғұрлым көп және ұзақ емсе, анасынан соғұрлым көп сүт шығады. Өзіңіздің сәбиіңізге неғұрлым көбірек қамқорлық жасап, көңіл бөлсеңіз, психофизикалық жағынан соғұрлым жақсы дамиды. Сіз бала нәр алатын бұлақ көзісіз. Сіздің ақжарқын болуыңыз керек. Ерінбей, сәбимен көбірек айналысыңыз, онымен сөйлесіңіз, өлең айтып беріңіз, бесік жырын айтыңыз, ойыншықтарды көрсетіңіз, түстерді атаңыз, түрлі түсті суреттер салыңыз. Бала елгезек болады, бәрін тез қағып алады. Ол үшін қоршаған ортамен қарым-қатынас жасаудың негізгі формасын ойын болып табылады. Бүлдіршінмен ойынды кезектесіп ойнаудың маңызы зор. Мысалы, бала дыбыс шығарады. Біраздан соң анасы оны қайталайды, ал сәби анасының дыбысына қайталайды. Осылайша бала дамуындағы маңызды кезеңнің бірі еліктеудің белсенді үрдісін жүзеге асады. Үй шаруасының көптігі ана мен сәбидің қарым-қатынас жасауына көбінесе кедергі жасайды. Ал ана мен сәбидің бір-біріне жақындасу сәті емізу кезі. Бұл кезеңді анасы неғұрлым пайдалы қолданудың керек. Сәбиге жылы жүзбен қарап, онымен әңгімелесіп, әуезді әндер айту керек. Сәби өзін жайлы, қауіпсіз сезінеді және тезірек жетіледі. Бұл жаста сіздің сәбиіңіз адамдарға, олардың бетіне қарағанды жақсы көреді. Сондықтан да отбасы мүшелері де сәбимен сөйлесуі, оны қолдарына ұстап, көтеруі керек. Жас нәресте кезінде бастап сәбилер жан-жақтарына қарап бастайды. Отбасының барлық мүшелері баламен сөйлесіп, жымиып күле алады. Бала шығарған дыбысқа жауап ретінде бүркелесе алады. Балалардың дыбыстары мен қимылдардың қайталауды сөйлеу әрекетінің қалыптасуына көмектеседі. Мен сөйлесу отбасының барлық мүшелері үшін үлкен ғанимет. Сәби бұл жаста өз бетімен ойнай бастайды. Сізге сәбидің ойнауына арналған жерді анықтау алу керек. Сәбиге үлкен сәнді ойыншықтар ұсыныңыз, оларға ұмтыла берсін. Бұл жастағы сәбилер дыбыс шығара алатын, шылдырмақ, ызылдайтын, тықылдайтын ойыншықтарды ерекше қызықтады. Ойнаған кезде баланы мақтаңыз, мадақтаңыз. Сіздің оны бағалайтыныңызды,
ол жеткен жетістікке қуанатыныңызды, осындай жаста да сәбидің білуі өте маңызды. Сәбиге сынғыш, ұсақ бөлшектерден тұратын ойыншықтарды беруге болмайтынын есте сақтаңыз. Сәбиді адамның бет әлпетіне өте қызықтырады. Оның бетін өзіңізге қаратып, ол бақылай алатын қимылдар жасаңыз. Мысалы, ауызды ашып, тіліңізді шығарып, көзіңізді жұмып, және оның барлығын күлкілі дыбыстармен қоса істеңіз. Ойнайтын заттар түрлі түсті болуы керек. Сәби төсегінің қапталында бас жағында айна қоюға болады. Одан өзінің қимылдарын көреді. Ол баланың түсінігін кеңейтеді. Кереуеттің сәндеуіңіз баланың қолы жететіндей етіп, түрлі заттар, шылдырмақтар, дөңгелектер және тағы басқа ілгіштер іліңіз. Ұзын резеңке тартып қойыңыз. Сәбидің сипау, сезіну қабілетін жаттықтырыңыз. Сипалау үшін оған түрлі материалдар жасалған табиғи немесе жасанды заттар ұсыныңыз. Ондай істерге түрлі ойындар арқылы, мысалы, паркте, аулада қыдырып жүргенде қайыңды ұстап көрейікші деп ағаштардың үйіңкі, тал, қарағай және тағы басқа жанына барып, сипау сезімін дамытуға болады. Баланың иіс сезу қабілетін дамытыңыз. Гүлдердің, жапырақтардың, шөптердің, жеміс-жидектердің иісін сезіп үйренсін. Қосымша тамақтану рецепті: көкөніс, қосылған ет. Ағын суда 50 грамм етті майсыз сиырдың, қойдың немесе жылқының мұқият жуыңыз. Ұсақ етіп турап, су құйыңыз да дайын болғанша қайнатыңыз. Қалған етті артқышпен немесе үккішпен уақытыңыз піскен көкөністі егіп немесе үккішпен егіп, мысалы, орташа картоптың 1/5 бөлігін, орташа сәбіздің 1/5 бөлігін, езілген асқабақпен кәденің 1 шай қасықпен тола кез келген 1 көк сабақ, консервіленген бірнеше көк бұршақ, 1 шай қасық ыстық сүт қосу керек. Әбден езіліп піскен 1 шай қасық күрішті дайындалған етпен көкөніс езбесімен 1 ас қасық етіп сорпасын қосып, тағы да қайнатыңыз. 1 шай қасық өсімдік майын қосып, жақсылап араластырыңыз. Сәбиді қосымша тамақтандыру уақыты келіп жетті. Теңдесі жоқ емшек сүтіне айыруға әлі ерте. Күнде де, түнде де баланың талап ету бойынша кем дегенде күніне 5 рет емшек емізуді жалғастыра беріңіз. Бірақ та бұл жаста үлкендердің тамағын берудің маңызы зор. Ол сәбидің тезірек өсуіне көмектеседі.
ауру сырқаулардан сақтайды. Сәбиге езбе, ботқа, жемістер мен көкөністер бірден ұнай қояды деп ойламаймын. Сәбидің жаңа дәмге үйренуі уақыт беріңіз. Егер сәби қандай да бір тағамды ішуден бас тартса, зорламаңыз. Ол тамақты келесі жолы бересіз. Өзіңіз тамақтың дәмін татып көріңіз және оның сондай дәмді екендігін сәбиге көрсетіңіз. Әуелі жарма тағамдары, жемістер мен көкөністер, содан кейін ет беріңіз. Қосымша тамақты шай қасықпен бере бастаңыз. Көлемін біртіндеп ұлғайта беріңіз. Жаңа тағамды енгізу үрдісін ұзаққа созбаңыз. Үйренбеген тамақты емшек-емізер алдында берген жақсы. Есіңізде болсын, балаға алғаш рет ұсынған тамақ әрқашан өте жұмсақ, мұқият езілген, түйіршіксіз, әбден ұнтақталған болуы керек. 7 айға келгенде сәби тамақтың барлық түрлерін, ет, жармалар, көкөністер, жемістер жеуі керек. Үлкендердің тамағын сәби күніне 3 рет қабылдауы керек. Балаға шай бермеңіз. 3 жасқа дейінгі балаларға шай бермейді. Қара көк, тіпті шөптен жасалған болса да, себебі оның құрамында танин болады. Ол тағамның құрамындағы темірді тұтып қалады да баланың қан аздығына, анемияға әкеліп соқтыруы мүмкін. Сәбидің асқазаны ішкен тамақты тез қорыту үшін кейбір тамақтарды былайша әзірлеген дұрыс. Бұршақ дақылдарын әбден пісіріп, қабығынан тазартып та үккіштен өткізіңіз. Құсты терісінен, етті сіңірінен тазалады. Қабығымен суға пісірілген жұмыртқаны үккіштен өткізеді. Жаңғақты дұрыстап тазартып, әбден жаншиды. Жармалардың күріш, тары, қара құмық және тағы басқа дайын болғанша суды қайнатып, сосын үккіш арқылы үгіп, аз мөлшерде сүт қосып қайнатады. Бағып-қағу және дамыту кезеңдері. Сәби түрлі заттарды тарсылдатуды жақсы көреді. Оған осындай тамаша құлақ жаратын шуды өзі шығара алатыны ұнайды. Егер сіз ас үйде болсаңыз, оған ыдыс аяқ, қақпақ бар қазан, қасық, ожау беріңіз. Тарсылдата берсін, бірақ сәбидің жаралануына, бір жерін соғып алмауына қарап қадағалаңыз. Сәби бір нәрсені білуге өте құмар. Оның айналасында болып жатқан құбылыстарды бақылау жасауына мүмкіндік беріңіз. Ол үшін бөлме, онда болып жатқан құбылыстар, көріністердің етіп, сәбиді отырғызыңыз немесе жатқызыңыз. 6 айлық кезінде бала дамуының жаңа кезеңі басталады. Осы уақыттан баланың еліктеп кезеңі басталады. Әрине, өзін үлкендер сияқты ұстауға
шамасы келмейді. Ол әлі кішкентай. Сыртынан қарағанда сәби біздің мінез-құлқымызды ешқандай еліктемейтін сияқты. Алайда санасында, есінде біз айтқан сөздер мен тұтас сөйлемдер біздің мінез-құлқымыздың сақтап алады. Сәби неге жылайды? Көбінесе балаға ата-ананың мейірімі жетіспейді. Сондықтан да оны қолдарына алғанша жылай береді. Олардың қайтадан кереуетке жатқызса болғаны қайта жылай бастайды. Сәби үшін ата-ананың аялы алақанын сезіну маңызы зор. Баланы көбірек қолға ұстаңыз. Көптеген елдерде жас нәрестені күні бойы қолға алып жүреді. Баланың қолға ала салысымен жылауын тоқтатады. Тоқтатпаса, оның іші мен кеудесі сіздің кеудеңізге түйістірілгенде етіп бауырыңызды басыңыз. Бұл бірден көмектеседі. Егер бала әлі де жылауын қоймаса, оны бөлме ішінде көтеріп жүріңіз. Жаймен тербету оны біртіндеп тыныштандырады. Сәби көп нәрсе істей алады. Етпетінен жатып, басын, кеудесін көтере алады. Ілініп тұрған заттарды қолын созады. Заттарды ұстап сілкеді. Етпетінен шалқасына аударыла алады. Сүйеніп отыра алады. Қолы мен аузының көмегімен заттардың анықтап байқайды. Дыбыстар мен бет-әлпет құбылыстарын сала алады. Дені сау 6 айлық сәби осы аталғандардың біразын жасай алады. Егер сіздің сәбиіңіз олардың біреуін істей алмаса, қауіптенбеңіз. Әр баланың дамуы әртүрлі. Медицина қызметкеріне кеңес алыңыз. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.